Сәлеметсіңдер ме балалар, 2 сынып қазақ тілі пәні 119 сабақ. Өзіңді тексер, қайталау сабағы. Балалар, келесі жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші жаттығуға қараймыз. Өлеңді жатқа жаз. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді. Туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Өлеңнің авторы Есентай Ерботин. Ал енді балалар, өлеңнің мазмұны бойынша берілген тапсырманы орындайық. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсет дейді. Балалар, өлеңдегі етістіктерді табайық. Еседі, көшеді, төседі. Не істеді деген сұраққа жауап береді, бұл сөздер етістік болады. Ал енді бұл сөздер еседі сөзі жел сөзімен, көшеді сөзі бұлт сөзімен, төседі сөзі майсасын сөзімен байланысып тұр екен. Екінші жаттығу, мәтінді оқып, етістіктерді тап. Шілікті өзені ауылды жанамалай ағады. Жағасы қалың шілік. Қыста ернеуіне дейін мұз қатып жатады. Көктемде сең жүреді. Жаз шығысымен суы таяздап қалады. Ең терең жерінің өзі тізеден аспайды. Авторы Қанат Қайымов. Ал енді балалар, мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара немесе күрделі екенін ажыратайық. Етістіктер ағады, қатып жатады, жүреді, таяздап қалады, аспайды сөздері. Ағады етістігі дара етістік, қатып жатады күрделі етістік, жүреді дара етістік, таяздап қалады күрделі етістік, аспайды дара етістік екен. Үшінші жаттығу, суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Бізде гүл, қауын, жапырақ берілген, қимылын білдіретін сөздер түседі, өседі, піседі. Ал енді оларды сәйкестендіруіміз керек. Гүл өседі, қауын піседі, жапырақ түседі. Осылай сәйкестендірсек болады. Төртінші жаттығу, сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, бірінші бағанды оқимыз, оның құлағы, инелері және тұмсығы бар. Бұл сөйлемде сын есім жоқ. Екінші бағанды оқимыз. Оның кішкене құлағы, қысқа инелері және ұзынша тұмсығы бар. Бұл сөйлемдегі кішкене, қысқа, ұзынша сөздері сын есім болып тұр. Сондықтан дәптерімізге екінші бағандағы сөйлемді көшіріп жазамыз. Бұл не? Оны қандай сын есімдермен сипаттап айтуға болады дейді. Балалар, бұл кірпі кішкентай, тікенекті, өзі өте сақ. Кірпі ұйқышыл, ол қыста ұзақ ұйықтайды. Осылай сипаттасақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.